Сәлем. Бүгін осындай әдемі 4 золото деген құрақ тігеміз. Ол үшін бізге керекті затымыз астар, өлшемі 17-17, матовый велюрдан жасалған лента, ені 2,5 см болады, көзіне 4-4 см болатын голограмма, бұрышына 5-5 екіге бөлінген голограмма. Ең бірінші астарды 2-ге бүктейміз, және осы жерден 4-ге бүктейміз. Осылай бүктеген кезде бізге 4 жағына қарай сызықтар түсетін болады. Сол сызықтар арқылы біз ортасын тауып аламыз. Дәл ортасына 4-4 болатын көзімізді қоямыз. 2 тігіс жүргізіп, көзімізді орнатамыз. Лентамыздың алдымен түгін қарап аламыз. Түгі егер осылай түріліп тұратын болса, онда ол жағымен емес, түгі жатып тұратын жағымен тігетін боламыз. Және тігер алдында түгін осылай тексеріп алып отыруды ұмытпаймыз. Құраққа ең бірінші әдемілік беретін осы түгінің әрдайым бір жаққа қарап отырып тігілуі. Лентаны осылай басын кішкене тігіп, содан соң кішкентай қайшымен қырқып алып отырып тігеміз. Осылай саусақтың көмегімен лентамызды артқа тартып отырып тігеміз. Бұл әрекетті әр лентаны тіккен кезде қайталап отыруымыз қажет. Мына жерде байқасаңыздар, тағы да бұл іс-әрекетті қайталап отырмын. Әр тігіс кезінде бұл іс-әрекетімізді жалғастырып отырамыз. Бізге тігістен кейін жіпті кесудің қажеті жоқ, артқа тігіс жүргіземіз. Және бұрыштарын қойған кезде де осы тігіс арқылы келіп, бұрыштарын тігіп кете береміз. Егер әр тігісте жібімізді кесіп отыратын болсақ, онда тігістің ашылып кету қаупі бар. Тігіс ашылса, біздің тіккен затымыздың да сапасын нашарлатады. Құрағымыз аяқталуға жақын. Соңғы қатардың лентасын тек өзін ғана тігіп шығамыз. Соңғы лентамыз тіккен кезде, тігіп қайырған кезде астармен бірдей болып шығу керек.
соңғы лентамызды тігіп болғаннан кейін лентамыздың шетінен астарға біріктіріп тігіп шығамыз. Осылайша біздің жұмысымыз аяқталды. Егер сізге құрағым ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырыңыз және каналыма тіркеліңіз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болған болса, пікірге жазыңыздар. Пікірлердің барлығын оқимын және жауап беремін.